Сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын тары чизкейк жасайтын боламыз. Ең алдымен тарымызды алып, ыстық сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Қамырын жасау үшін талқанға үгітілген печеньені араластырып алдым. Ерітілген сары майға 2 қасық қантымызды саламыз. Жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Бұл жерде миксермен араластырудың қажеті жоқ. Не қасықпен, не осы венчикпен араластыруымыз керек. Енді құрғақ массаның үстіне сары майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Салмасын жасаймыз. Қаймағымыздың үстіне қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасында тұрған творожный сырымызды үстіне салып, жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Енді формаға чизкейктің қамырын салып, жанын қолдарыңызбен жақсылап тұрып осылай басып, форма жасаймыз. Үстіне бұқтырылған тарымызды салып, астынан үстіне қарай араластырып аламыз. Бұқтырылған тарыда артық сүт болатын болса, сүзгіден өткізіп аламыз. Дайындап қойған формаға салмасын салып, қызып, дайын тұрған пеште 100 градуста 1,5 сағатқа пісіреміз. Ұзақтау піседі. Піскен соң тоңазытқышта міндетті түрде 2-3 сағат ұстау керек. Сол кезде ортасы қатты, әдемі болып шығады. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналымды қолдап кетіңіздер.